Достар сәлем, бүгін мен месі по-французскийдің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен картошканы өте жұқа қылып турап аламыз. Мен осы тюрканың шетімен өткізіп алдым. Одан кейін қызанақ пен ірімшікті кесіп дайындап алдым. Соусын дайындау үшін қаймақ пен жұмыртқаны және тұзды араластырып қоямыз. Тартылған етімізге тұз бен бұрышты сеуіп қоямыз. Енді ыдысымызға кішкене май құйып, картошкамызды салуды бастаймыз. Араларын ашып саламыз, а то картошкамыз піспей қалуы мүмкін. Дәміне қарай тұзын салып шығамыз. Қаласаңыз, бұрыш және тағы да басқа дәмдеушілер салсаңыздар болады. Үстіне алдын ала турап алған пиязымызды саламыз. Негізі пиязды фаршпен бірге қосып жіберсеңіздер де болады. Бұл әркімнің өзінің қалауы бойынша. Және де қызанағымызды саламыз. Бағана дайындап қойған соусымызды құйып шығамыз. Бетін фольгамен жақсылап жауып, 180-190 градуста 55-60 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Бізге ең маңыздысы картошкасы мен фаршы піссе болғаны. Одан кейін сырымызды салып, тағы да 5-10 минутқа қоямыз. Міне осылайша французша ет тамағы пісті. Ешқандай да қиын емес, жасалу жолы өте оңай. Бұл тамақты жолдасым өте қатты жақсы көреді. Және балаларды сүйіп жейді, сол үшін де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, парақшаға пікір қалдырып лайк басып кетіңіздер.